Ақыл күші. Ертеде кісі деген жыртқыш киіктер болыпты. Ол киіктер аңаулап шыққан адамдарды иығымен соғып өлтіре береді екен. Киік аулаған адамдардың көбі сол кісі киіктерден қорқып аңаулауға сирек шығады екен. Бір күні бір кедей кісі баласына: екеуміз аңаулауға шықсақ қайтеді дейді. Сонда баласы: әке, бізді кісі киік өлтіріп тастамай ма деп сұрайды. Жоқ балам, мен бір амал ойлап тауып отырмын. Осы жолы кісі киіктен аман құтылып келеміз деп әкесі аңға баласын ертіп шығады. Олар көп аң атып алады. Содан күн кешкіріп, қараңғылық түсе бастайды. Әкесі: балам, сен мына жерге отын жинақ қой дейді. Үстеріне кигендері қой терісінен тігілген тон мен шалбар екен. Әкесі атып алған бір аңның майлы жерінен кесіп алып, әлгі тықыр тонның үстіне жағады. Баласына да соны істетеді. Мұны көріп отырған кісі киіктер де бұлардың істегенін істегісі келіп ымдап сұрайды. Майдың сырына түсінбеген кісі киіктер майды алады да үстілеріне жағады. Сол кезде аңшы әлгі тонның үстіне от қойған құсайды. Ал тақыр тон мен шалбар жанбайды. Кісі киіктер де денелеріне май жағып болып отқа жақындайды. Бір кезде майлы денелеріне от тиіп жана бастайды. Енді олар отты сөндірмек болып біріне бірі сүйкеніседі. От одан сайын қаулап, бәрібірдей өртеніп өледі. Сөйтіп, аңшы кісі киіктен аман қалады.